Мен сендерге уәде беремін, жігіттер, жетістіктің жолында сендер жалғыз боласыңдар. Сенімен бірге тек қана сенің көлеңкең болады. Себебі бұл тым қиын. Басқа адамдар сенің жаныңда болып сені қанаттандырмайды. Олар сені алдыға итермейді, саған жол көрсетпейді. Барлығын тек өзің жасау керексің. Саған ешкім қолдау көрсетпеген кезде алдыға ұмтылу қиын. Осындай жалғыз сәттерде сен өз-өзіңді қолдау керексің. Осындай жалғыз сәттерде сен өзіңе сену қажетсің. Ылғи алдыға ұмтыл. Ылғи. Не болмасын? Сенің өміріңде болып жатқан боран ол ақыры соң аяқталады, бірақ сол боран аяқталған кезде сен барлығына дайын болуға жетсің. Жауынгер болу ол жай ғана күресу емес. Жауынгер болу ол істеп жатқан ісіңе сенгенің соншалықты сен ол үшін соңына дейін күресесің. Сен ешқашан берілмейсің, ешқашан, себебі бұл дүние сен үшін өте маңызды. Сен өтіп жатқан сынақ неғұрлым қиын болса, сенің қол жеткізетін жетістігің соғұрлым үлкен болмақ. Саған қазір қиын болса, онда сен жетістіктің жолындасың деген сөз. Себебі өрге көтерілу қашан да қиын. Ылғи мақсатыңды алдыда ұста. Кейде адамдар алдыға ұмтылудың орнына бостық танытады, бірақ сен олардың бірі емессің. Сондықтан мақсатыңды ылғи алдыда ұста. Чемпиондар жеңіске ойын алаңында емес, жаттығу залында мыңдаған сағаттық жаттығулардың барысында жетеді. Таңғы сағат 5-те басқалар ұйықтап жатқанда тұрып жүгіру арқылы, талмай білім алып оқу арқылы жеңіс қолға тиеді. Міне осылайша жеңімпаз атанады. Бұл жасалған еңбекке ертең сенің есімің байланады. Егер сен бәрін дұрыс жасасаң, сен бәріне қол жеткізесің. Сен арманыңның іске асқанын қалайсың ба? Сен оны қаншалықты қалайсың? Сен қайта-қайта өз арманыңа көз салып оған қол созасың. Мен саған мақсатыңның не білдіретінін білмеймін, бірақ ол сенің өміріңе мағына береді. Бұл іс-әрекетіңнен не шығатыны белгісіз, бірақ сенің тағдырың мақсатыңа байланысты, және сен жай ғана одан бас тарта алмайсың. Сенің тағдырың қазір оттың ішінде. Сен одан қашсаң, бұл өз тағдырыңнан қашқаның. Сенің тағдырың қиындықта, сенің тағдырың боран арасында, сенің тағдырың күресте. Егер нағыз бағалы тасқа айналғың келсе, онда сен үлкен қысымға шыдауға тура келеді. Егер шыдай алмасаң, сен ешқандай бағалы тас емессің. Сен қысымға түскен сәтте оған төтеп бере алмаймын деп ойлайсың, бәрі бітті деп ойлайсың, тоқтайсың. Алайда адам төзгісіз қызымнан өткеннен кейін сені ешкім сындыра алмайды. Иә, сен қаншама рет сындың. Иә, сен қаншама рет ұтылдың, сенің көңіліңді қаншама рет қалдырды. Мен түсінемін сенің қандай сезімде екеніңді, бірақ сенің қолыңнан келеді. Саған айтарым, тағы да бір қадам жаса. Сен жетістіктің алдында тұрсың. Егер сен берілмесең, егер сен өзіңді аяусыз қамшыласаң, айналаңда қандай қиындық болмасын, өзіңді алға итеріп, бұл қыспақтан шықсаң, сенің өмірің толықтай өзгереді. Егер сен жеңілдің үстімен жүрсең, сенің өмірің ауыр болмақ. Егер ауырдың астымен жүрсең, өмірің жеңіл болады. Орныңнан тұр және қайта баста. Бірақ бұл жолы тоқтама. Сенің қолыңнан барлығы келеді.